Құрметті жас талапкер, егер сен сапалы білім іздесең, болашақта адам жанның жанашыры, ақ халатты абзал жан болғың келсе, бізге кел. Еріктілер жылында ерекше статусқа ие болған шапағаты мол келі білім ордасы сіздерді құшақ жая қарсы алады. 1991 жылы 6 маусымда барша түркі әлеміне аты мәшһүр Қожа Ахмет Яссауи атындағы Түркістан мемлекеттік университеті құрылған болатын. 1992 жылы 1 мамырда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия Республикасының премьер-министрі Сүлеймен Демирелдің келісімінің нәтижесінде халықаралық университет мәртебесі берілді. Осы сәттен бастап университет алдыңғы қатарлы шапағаты мол білім ордасына айналды. Факультет жыл сайын функционалды бәсекеге қабілетті медицина мамандарын даярлауға белсене атсалысып келеді. Бүгінгі күні факультетті медицина ғылымының докторы Молдалипов Ықылас Сүйіндікұлы басқарады. Қазіргі таңда факультетте жалпы медицина мамандығы бойынша 1737 студент білім алуда. Медициналық мамандықтардың құрамына 3989 студент кіреді. Оның ішінде 2857 бакалавр, 917 интерн, 185 резидентура, 12 магистрант және 18 докторант кіреді. Түркі әлемінің 19 елінен 250 студент келіп оқиды. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті медициналық стоматологиялық факультеттерді, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институтын және клиниканы қамтитын Фал University халықаралық санатына кіреді. Қазіргі уақытта медицина факультетінің кафедраларының саны 9-ды құрайды. Оның құрамына 145 оқытушы кіреді. Оның ішінде 12 ғылым магистрі, 31 ғылым кандидаты, 5 PhD доктор, 22 ғылым магистрі және 75 оқытушы бар. Студенттердің тәжірибесін арттыру мақсатында арнайы симуляциялық орталық жұмыс жасайды. Симуляциялық орталықта болашақ дәрігерлер өз беттерінше фантом муляждар мен дәрістеріне дайындалып, тәжірибелерін арттырып тағзыланады. Факультет 2020 оқу жылынан бастап бакалавриат бағдарламасы бойынша мына мамандықтарды даярлайды. Атап айтар болсақ, жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбикесі. Студенттер оқу өндірістік тәжірибелерін Қазақстанның барлық медициналық орталықтары мен тмд елдерінде өтеуге мүмкіншіліктері бар. Студенттердің тәжірибе жинаулары үшін арнайы клиника-диагностикалық орталық бар. Клиника-диагностикалық орталықта 66 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде профессорлар 2, доценттер 10, PhD докторлар 2, магистрлер 5, резиденттер 6, дәрігерлер 41. Олардың ішінде жоғары санатты 18, бірінші санатты 10 адам. Факультет білімгерлері үшін университеттің клиника-диагностикалық орталығында 110 орындық стационар және 27 мың тұрғын тіркелген емхана жұмыс жасайды. Сонымен қатар үкімет қаулысымен бекітілген Түркістан және Кентау қаласындағы 16 аурухана, емхана және медициналық орталықтар мен клиникалық база ретінде келісімшарт жасалған. Университет клиникасында медицина саласындағы озық технологиялар қолданылады. Университет Англия, Германия, Италия, Испания, Қытай, Польша, Өзбекстан сынды елдермен халықаралық ынтымақтастықта. Студенттерге Мевлана бағдарламасы бойынша білімін жетілдіруге жағдай жасалған. Университет басшылығы 2008 жылы Түркия Республикасының Хачетепе университетімен студенттер алмасу туралы келісім шартқа қол қойып, нәтижесінде жоғарғы курс студенттері шет елдерде оқуға мүмкіншілік алды. Еліміздің медициналық университеттері: Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Астана медицина университеті, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті және тағы басқа жоғарғы оқу орындарының оқытушы профессорлары болашақ ақ халатты абзал жандарға келіп дәрістер оқиды. Ресей және тмд елдеріндегі медициналық және фармацевтикалық университеттердің студент ғылыми қоғам және жас ғалымдар кеңесі арқылы Сербия, Грузия, Германия, Италия және Түркия мемлекеттеріне медицина факультетінің студенттеріне арналған тәжірибе алмасу бағдарламаларына қатысуға болады. Өзге оқу орындарымен терезесі тең, абыройы асқақ білім ордасының 2016 жылы кітапхананы жаңа материалы техникалық тұрғыда заманауи талаптарға сай жабдықтап, 4 қабатты жаңа ғимаратқа орналасты. Оқырмандар үшін бірінші және екінші қабаттарда әр қайсысы 95 орында 2 конференция залдары. Оқырмандардың демалу үшін кең көлемде фойелерге ыңғайлы жиһаздар қойылып, 4-ші қабатта оқырмандар үшін арнайы жабдықталған. Жыл сайын Түркия Республикасы тарапынан 500 грант бөлінеді. Түркия гранты бірінші кезекте халықаралық және республикалық пәндік олимпиада жүлдегерлеріне, халықаралық республикалық спорттық жарыс жеңімпаздары, алтын белгі иегерлері, тұл жетім және мүмкіндігі шектеулі талапкерлерге беріледі. Тұл жетім және спорттық жарыстарда жеңімпаз атанып жүрген студенттер
Университет асханасынан 2 мезгіл тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Көпшілікке үлгілі білім ошағының студенттік асханасында студенттер үшін 3 мезгіл тамақ беріледі. Студенттер үшін тамақтану бағасы 250 теңге. Студенттердің бос уақыттарын тиімді пайдаланулары үшін факультетте жастар клубы жұмыс атқарады. Олар Медикал токен, Самұрық дебат, Қазақстан медицина студенттер ассоциациясы, эндохирургиялық клуб, студент ғылыми қоғам, Веритас клубтары ғылыми практикалық бағытта жұмыс жасайды. Мәдени ғылыми бағыт бойынша студенттердің мақалалары мен баяндамалары республикалық және алыс жақын шетелдік журналдарда жарық көреді. Қоғамдық жұмыстармен айналысатын белсенді жастар университет ректорының және факультет деканының алғыс хаттарымен марапатталады. Олай болса, жас талапкер, бізге кел. Терең тарихтан жарқын болашаққа бірге қадам басамыз.